Сәлеметсіздер ме ұстаздар, бүгін біз Шырақ AI платформасындағы ең маңызды бөлім, яғни қысқа мерзімді жоспарды барлық критерияларға, талаптарға сай таблицаға салып беретін жолын көрсететін боламыз. Ең алдымен мінекей Шырақ Tools бөліміне кірген кезде бізде осындай пәндер бөлімі шығады. Осы жерде өзіңіздің пәніңізді таңдайсыз. Біз қазір ағылшын тілі пәнін таңдаймыз. Осы Tools бөлімде ең басты авторлық бағдарлама, қысқа мерзімді жоспар, бөлім бойынша жиынтық бағалау. Сіз бір жобанда ала аласыз. Одан бөлек осыншама тапсырма үлгілері бар. Біз қазір қысқа мерзімді жоспарды стандартты форматта жазып алатын боламыз. Ең алдымен жасау батырмасын басып, дәл осы жерге тақырыпты енгіземіз. Және де сабақ мақсат міндетті түрде болу қажет, себебі сіздің қысқа мерзімді жоспарыңыз толыққанды болу үшін осы жерге сабақ мақсатын толыққанды енгізуіңіз қажет. және де сыныбы, кез келген өзіңіздің сыныбыңызды жазасыз, және де пән түрі, мысалы гуманитарлық ағылшын тілі, ағылшын тілін енгізуді ұмытпайсыз, себебі тілді енгізбесеңіз сізге жоспарыңыз қазақша шығып кетуі мүмкін. Және сабақ мақсатын енгіземіз. Егер сабақ мақсаты сізде 2-3 болса, осы жерге тағы да енгізіп қоссаңыздар болады. Неге осы батырманы басып тағы қоссаңыз болады. Және де соңында сұраныс батырмасын басамыз. Осы тақырыпқа байланысты қысқа мерзімді жазған болатынбыз. Және де осыны Word форматқа сізге жедел түрде жүктеп беретін болады. Неге біздің қысқа мерзімді жоспарымыз дәл осындай форматта. Неге мақсаттары, сабақтың тақырыбы, жоспар, оқушының іс-қимылы және де мұғалімнің іс-қимылы барлығы көрсетілген, бағалау критериялары, ресурстар барлығы жазылған. Көріп тұрғандарыңыздай, осы тақырыпқа берілген тақырыпқа байланысты қамыржының ішіне тапсырмалар берілген. Тест, осы тақырыпқа байланысты тест тапсырмалар берілген, writing тапсырмалар берілген, және практикалық тапсырмалар берілген. Сабақ соңында осындай рефлексиялар және де мұғалімнің әрекеті осы жерде көрсетілген. Қымыржының ішінде осыншама барлық тапсырмалары тақырыпқа сай қылып, яғни сіздің берген тақырыбыңызға, жоспарыңызға сай қылып жазып беретін болады. Ал құрметті ұстаздар, Шырақ AI платформасының мұғалімдерге сіздерге беретін мүмкіншіліктері өте көп. Сізде басқа да пайдалы ақпараттар алу үшін парақшаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз.